Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алланың елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: кімде-кім Рамазанда сауабын үміт ете отырып, Алла разылығы үшін тарауых намазын оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі. Сондықтан да бүгін сіздерге тарауых намазына байланысты жиі қойылатын сұрақтарға жауап беруге тырысамын. Тарауых намазын оқу әрбір мұсылманға муаккат сүннет болып есептелінеді, яғни бекітілген сүннет. Сондықтан да мейлі әйел болсын, мейлі ер кісі болсын, тарауых намазын оқыса сауапқа кенеді. Бірақ әйел кісінің өз үйінде оққан намазы мешітте оққан намазынан хайырлы екендігін ескерген жөн. Сондықтан да әйел кісі тарауых намазын мешітте емес, үйінде оққаны абзалырақ. Дегенмен мешітке келіп оқуының да күнәсі жоқ. Тарауых сөзі демалу, тынығу деген ұғымдарға саяды. Әр 4 ракағатынан кейін жамағат бір сәт аяқ жазып тәсбих айтылып тынығатын болғандықтан тарауых яғни тынығу намазы делінген. Тарауых намазы қай уақытта оқылады? Тарауых намазы құптан намазының парызынан кейін оқылады. Парыздан бұрын оқылған жағдайда онысы тарауых намазы болып саналмайды. Үтір намазын тарауихтан кейін оқу мұстахаб. Тарауихтың әр бөлімі өз алдына бөлек намаз болып есептелгендіктен сәлем бергеннен кейін келесісін ниет етіп бастаған абзал. Тарауих намазының оқылуы. Тарауих намазы 20 ракағаттан тұрады. Оны 2 немесе 4 ракағаттан бөліп оқыса болады. Әр 4 ракағаттан кейін бір сәт отырып тынығу мұстахаб. Осы арада белгілі тәсбих түрін айту дәстүрге айналған. Біздің елде мына төмендегі тәсбих айтылады. Субхана зил мулки вал малакут, Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут. سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Тарауых намазы күнделікті 5 уақыт намаз сияқты сипатта оқылады. Тек бір ерекшелігі оның ракағат санында және соңындағы тәсбихында. 2 ракағатты толық оқып сәлем бергеннен кейін бір пәс тынығады. Кімде-кім тарауых намазын әр 2 ракағатта сәлем беріп емес, әр 4 ракағатта сәлем беріп оқитын болса, алғашқы отыраста әт-тахият дұғасымен қоса салауатты да айтуы керек. Бұл жерде салауатты Аллахумма солли аля Мухаммад деп қысқа қайырса болады. Және сәлем берместен Аллаху акбар деп үшіншіге тұрғанда оны сәна аузу мен бисмилламен бастап, әрі қарай әдеттегі тәртіп бойынша оқиды. Сондай-ақ фатихадан кейін қосымша сүрелерді Құрандағы реті бойынша оқыған дұрыс. Мысалы, бірінші ракағатта фатихадан кейін кафирун сүресін оқыса, екінші ракағатта одан кейінгі ретте тұрған сүрені оқиды. Реті бойынша одан бұрын тұрған сүрені оқымайды. Алла тағала жасаған құлшылықтарымызды қабыл етсін. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.